Қайырлы күн құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен стереометрияның негізгі соңғы 3 фигурасына келіп жеттік. Олар бізде пирамида, қиық пирамида және тетраэдр. Олай болса уақыт созбай бірден теория бөліміне өтейік. Жалпы пирамидамен сіздер осы күнге дейін таныссыздар, естігенсіздер, дұрыс па? Енді мына сызбаға мұқият қарайтын болсақ, бұл жерде біз не байқаймыз? Алдарыңызда пирамида берілген. Бұл жерде сіздер білу керек 3 түзудің түрі бар. Ең біріншісі, мына пирамиданың төбесінен дәл мына табанда жатқан фигураның ортасына қарай мен түзу жүргізетін болсам, бұл түзу бізде неше градус болып түседі? Табанына 90 градус болып түседі. Оның өзінің атауы бар, ол бізде пирамиданың биіктігі деп аталады. Яғни төбеден астыға қарай 90 градус жасайтын түзу жүргізетін болсақ, ол түзу бізде пирамиданың биіктігі деп аталады екен. Оны біз математикада кішкентай h или үлкен h әрпімен белгілейді. Келесі, мына пирамиданың бүйір қырларына қарайтын болсаңыздар, мына жақта көк түспен белгілеп қойғам, оны біз m деген әріппен белгілейміз. Оның математикадағы атауы бүйір қыры деп аталады. Яғни егер есепте бүйір қырының ұзындығы мысалға 5 десе, демек мына пирамиданың 4 бүйір қыры бар емес пе? Солардың барлығы сіздердің нешеге тең деген сөз? 5-ке тең деген сөз. Келесі, үшінші түзу бұл бізде апофема. Оның басқаша атаулары да бар. Жасаушы деп атайды, кейде бүйір жағының биіктігі деп те атайды. Мысалға, біз жаңа айтып отырмыз ғой, жалпы пирамиданың бізде 4 жағы болады. Оң жақ, сол жақ, алды, арты деген секілді. Мысалы, соның кез келген бір бүйір жағын аламын, и сол төбеден турана h деген биіктікті түсірдім ортаға қарай. Дәл сол секілді төбеден бір қайға қарай түсіремін. Мына табанда жатқан төртбұрыштың табанына, яғни табанда жатқан қабырғасына қарай мен не түсіремін? Биіктік түсіремін. Бұл биіктік мына жерде бізде розовый түспен белгіленген. Оны біз L әрпімен белгілейміз. Бұл түзу бізде апофема деп аталады. Апофема түскен қабырғасын теңде екіге бөледі. И бұл түзу тағы да сол қабырғамен неше градус жасап отыр? 90 градус жасап отыр. Апофеманың қасиеті осыда. Или басқаша апофема тағы да бүйір жағының биіктігі деп те атайды. Просто есепте бүйір жағының биіктігі деп беру мүмкін, сол кезде отырып қалмаңыздар, ол не деген секілді. Так, сонымен пирамидаға қатысты бізде негізгі 4 формула бар. Ең біріншісі көлемге тоқталып өтейік. Көлемді өздеріңіз білесіздер, оны V әрпімен белгілейді. Формуласы 3/1 S тап көбейту H. Яғни көлемді табу үшін сіздер не істейсіздер? Табанның ауданы мен биіктіктің көбейтіндісін неге көбейтіп жібересіздер? 3/1 деген коэффициентке көбейтіп жібересіздер. Яғни S тап деген бұл жерде пирамиданың табанның ауданы, мына пирамида суреті берілген ғой. Соның астын жасыл бояумен бояп қойдық. Осы табанда жатқан фигураның ауданын табатын болсаңыздар, сіздерде S тап, яғни табанның ауданы шығады. Ал H деген ол кәдімгі биіктік. То есть табанның ауданын биіктікке көбейтіп, 3/1-ге көбейтетін болсаңыздар, нәтижесінде сіздерде көлем, яғни пирамиданың көлемі шығатын болады. Келесі, толық бетінің ауданы. Жалпы былай, пирамида бізде неден тұрады? Табаннан тұрады, дұрыс па? И бүйір бетінен тұрады. Яғни толық бетінің ауданын табу үшін сіздер табанның ауданына қосасыздар полный бүйір бетінің ауданын. Яғни SBB деген бұл жерде пирамиданың бүйір бетінің ауданы, ал STB деген бұл жерде толық бетінің ауданы. Сіздер білу керек мәлімет осы. Келесі, енді осы жерде бүйір бетінің ауданын қалай табады? Бүйір бетінің ауданын табудың формасы 2/1 P тап көбейтілген L. L деген уже сіздер білесіздер не екен, ол бізде апофема, ал P тап деген ол табанда жатқан төртбұрыштың или кез келген бір фигураның несі? Периметрі. Яғни P тап деген пирамиданың табанының периметрі болып саналады. SBB жаңағыны айттық, ол пирамиданың бүйір бетінің ауданы. Осы формуларды жаттайсыздар. Бұл жерде табанның ауданының формасы көрсетілмеген. Неге? Себеп пирамидалар жалпы бөлінеді. Олардың түрлері өте көп. Мысалға, егер табанды үшбұрыш жатса, онда табанның ауданын табатын кезде сіздер үшбұрыштың ауданын табасыздар. Егер осы пирамиданың табанда төртбұрыш, шаршы, немесе параллелограмм, трапеция, ромб, осындай секілді фигуралар жататын болса, сіздер каждый фигураның жеке-жеке ауданын тауып, мына жерде тұрған S тап дегеннің орнына сол мәнді апарып қоясыздар. То есть түсінесіздер ма? Табандағы жатқан фигураға қарай табанның ауданы сіздерде өзгере береді. Поэтому мен бұл жерде табанның ауданын мынандай бір жалпы формасын сіздерге көрсете алмаймын. Себебі олардың барлығы қандай әртүрлі болып келеді. Келесі, кейде мынандай жағдай болып қалады да, мысалға, біз айтып отырмыз ғой, бүйір бетінің ауданын табу үшін сіздер 2/1 P тап көбейту L деген форманы қолданасыздар. Бұл форманы қай кезде қолданады? Егер де мына сіздерде бүйір жақтар бар ғой, сол бүйір жақтардың апофемалары 4 жақта или неше жағы болса да, барлық жақта апофемалары өзара тең болу керек. Мысалға, бір бүйір жағында апофемасы 10-ға тең болса, онда бүкіл жағында апофемасы тоже нешеге тең болу керек? 10-ға тең болу керек. Тек сол жағдайда ғана сіздер мына бір келесі формуланы қолдана аласыздар. Яғни шарты түсінікті деген ойдам, апофемалар барлығында бірдей болу керек. Ал мына бір келесі формуланы қай кезде қолданады? Мысалға, SBB, яғни бүйір бетінің ауданы тең болады. S1Ж қосу S2Ж қосу S3Ж дейді. И осылай шексіз кете береді. Енді жақтардың санына қарай бұл жерде. То есть бұл форманы қай кезде қолданады? Егер де бүйір жақтардың апофемалары барлық жерде әртүрлі болса. Түсінікті ғой? Мысалға, бір бүйір жағының апофемасы 8-ге тең, екіншісі 10-ға, үшіншісі 7-ге деген секілді. Онда кезде сіздер не істейсіздер? Каждый бүйір жағы бар емес па? Каждый бүйір жақтың ауданын жеке-жеке тауып, сосын барып біріне қосып шығасыздар. Нәтижесінде сіздерде бүйір бетінің ауданы шығады. Міне, мына жақта жақ жағын ішіне жазып қойдық. Бүйір жақтардың апофемалары әртүрлі болған жағдайда осы формуланы қолданасыздар. Түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы пирамида жайлы айтылатын мағлұмат осы. Келесі қиық пирамидаға өтейік.
Енді қиық пирамида дегеніміз не? Мысалы алдарыңызға жаңа пирамиданы елестетіңіздерші. Сол пирамиданың басын ұстайсыздар да не істейсіздер? Шауып жібересіздер. Шапқан жерінде бізде мына жақта төбесіне не пайда болады? Мынандай бір төртбұрыш пайда болады. Яғни пирамиданың басын шапқан кезде бізде уже неше табан пайда болады? Екі табан пайда болады. Міне. Табанда мына астыңғы бөлігінде жатқан үлкен төртбұрыш, үстінде жатқан кіші төртбұрыш. Енді бұнда қиық пирамиданың көлемін жалпы қалай табады? Формуласы 3-тен 1 жақшаның ішінде S1 қосылған түбір астында S1 көбейту S2 қосылған S2 көбейту H. Енді S1 S2 деген не? S1 деген қиық пирамиданың үлкен табанның ауданы. Жаңа айттық қой, қиық пирамидада екі табан болады. Астыңғы үстіңгі. Астында жатқан мына бір төртбұрыштың ауданын біз не деп белгілейміз? S1 деп белгілейміз. Ал үстінде жатқан төртбұрыштың ауданын S2 деп белгілейміз. Мына формуланы енді жаттайсыздар. Келесі толық бетінің ауданын қалай табады? Жаңа айттық қой, жалпы пирамиданың толық бетінің ауданын табатын кезде сіздер табанның ауданы бүйір бетінің ауданын қосып шығатынсыздар. Енді бұл жерде бізде екі табан бар ғой. Сол себепті толық бетінің ауданын табатын кезде сіздер бірінші астыңғы жақтағы табанның ауданына, үстіңгі жақтағы табанның ауданын қосасыздар нені? Бүйір бетінің ауданы. Нәтижесінде сіздерде толық бетінің ауданы шығады. И келесі бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетінің ауданы пирамидада қандай еді? 2-ден 1 P тап көбейту L етін, дұрыс па? Енді бұл жерде бізде екі табан пайда болды, демек неше периметр пайда болды? Екі периметр пайда болды. Біреусі P1, біреусі P2. Яғни мына P таптың орнына апарып не жазамыз? P1 қосу P2 деп жаза саламыз. Болды. Осылайша біз не табамыз? Қиық пирамиданың бүйір бетінің ауданын тауып шығамыз. Жалпы қиық пирамида жайлы айтылатын мағлұмат осы. Ал қалғанын есеп шығару барысында көре жатармыз. Келесі фигура. Дұрыс, тетраэдр или просто тетраэдр. Жалпы тетраэдр дегеніміз не ол? Тетраэдр дегеніміз ол идеальная пирамида. То есть оның бүкіл табанда жатқан қабырғалар и бүйір қырлары барлығы өзара қандай тең болады. Мысалға табанда жатқан қабырғалар әрқайсысы 5-ке тең болса, бүйір қырлары, міне мына бір жақтары, мына бір бүйір қырлары тоже нешеге тең болады? Барлығы өзара 5-ке тең болады деген сөз. Яғни бүкіл қырлары өзара тең. Жалпы бұл жерде не байқап отырмыз? Дұрыс тетраэдр бізде неше үшбұрыштан тұрады бұл жерде? Бізге қарап тұрған бір үшбұрыш, оң жақта екінші, ар жағында үшінші, табанында төртінші үшбұрыш бар. Бұл жерде бізде 4 үшбұрыш бар, и каждый үшбұрыш бұл жерде қалай аталады? Тең қабырғалы немесе дұрыс үшбұрыш деп аталады. Яғни дұрыс тетраэдр бізде неден тұрады? 4 дұрыс үшбұрыштан тұрады екен. Енді осы мәліметке сүйене отырып, біз қазір осы жерден 4 формуланы шығарып аламыз. Ең бірінші, жалпы тетраэдрдің көлемін қабырға арқылы қалай табады? Оның формасы V тең A куб көбейту түбір асты 2 бөлу 12. Бұл жердегі V деген ол тетраэдрдің көлемі, ал A деген тетраэдрдің қабырғасы. Яғни мына жақта белгілеп қойдық. Каждый қабырғасы бұл жерде неге тең болып тұр? Мына жақта A-ға тең болып тұр. Келесі, тетраэдрдің биіктігі болады, оны төбеден былай дәл ортасына қарай не жүргіземіз? Түзу жүргіземіз. Бұл түзу бізде 90 градус болып түссе, оны біз не деп атаймыз? Бұны біз тетраэдрдің биіктігі деп атаймыз. И мына биіктік түскен жерде мына жақта нүкте пайда болды. Бұл нүктені біз жалпы математикада не деп атаймыз? Ауырлық центр деп атаймыз. Ауырлық центрі. Ал ауырлық центрі қалай пайда болушы еді? Ауырлық центрі ол медианалардың табанда жатқан медианалардың қиылысу нүктесі еді. Медианалардың қиылысу нүктесі. Так, сонымен биіктікті қалай табады? Биіктікті табудың формуласы А түбір асты 6 бөлінген 3. Бұл жақтағы H деген тетраэдрдің биіктігі, А деген тетраэдрдің қабырғасы. Келесі табанның ауданы. Бізде мына жақта табанды дұрыс үшбұрыш жатыр ғой, ал дұрыс үшбұрыштың ауданы бізде А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4. То есть табанның ауданын табатын кезде сіздер кәдімгі дұрыс үшбұрыштың ауданының формуласына сала саласыздар. Келесі толық бетінің ауданы. Біз жаңа айттық қой, дұрыс тетраэдр бізде 4 дұрыс үшбұрыштан тұрады. Егер де бір дұрыс үшбұрыштың ауданы бізде А квадрат түбір асты 3 бөлу 4 болса, и менде дәл осындай дұрыс төртбұрыштан 4 штук болса, осын 4-ке көйіп жіберсем, нәтижесінде менде не шығады? А квадрат түбір асты 3 шығып отыр. Демек тетраэдрдің толық бетінің ауданы бізде А квадрат түбір асты 3-ке тең екен. В общем, тетраэдр жайлы білу керек 4 формула осы. Бүгінгі сабақтың 3 фигурасымен танысып шықтық, формуласын атап өттік, ал енді ОБТ есептеріне жаймен көше берейік. Бірінші есеп. Тетраэдрдің көлемі 2 түбір асты 2 бөлінген 3 см кубқа тең, оның қырын тапсын дейді. Бірінші былай жазайық. Тетраэдрдің көлемін біз V деген әріппен белгілейміз, ол бізде 2 түбір асты 2 бөлінген 3-ке тең. И оның қырын тапсын дейді. Оның қырын біз қандай әріппен белгілейміз? Тетраэдрдің қырын А деген әріппен белгілейміз. Енді осы жерде А-ны табу үшін біз не істейміз? Көлемнің формуласын саламыз. Көлемнің формуласы бізде қандай еді? А куб түбір асты 2 бөлу 12 еді. Демек осы формуланы біз мына жақта тұрған көлемнің мәнімен теңестіріп А-ның мәнін тауып аламыз. Сонда А куб түбір асты 2 бөлінген 12 тең 2 түбір асты 2 бөлінген 3. Екі жақта түбірлер қысқарады. Мына 12 мына жаққа қарай көйтіп барады. Сонда А куб тең 3-те 2 көбейту 12 болады. 3 пен 12 қысқарады, мына жақта 4 шығады. 4 пен 2 көбейтсе 8 шығып отыр. Сонда А куб бізде 8-ге тең. Қай санды кубтаса 8 шығады? 2 деген санды кубтаса бізде 8 шығады екен. Демек, тетраэдрдің қыры бізде 2-ге тең екен. Бұл бізде А варианты. Келесі есеп. Қыры 2 метр дұрыс тетраэдрдің толық бетінің ауданын тапсын дейді. Берілгені бойынша А бізде 2-ге тең, и тапсын деген толық бетінің ауданын. Толық бетінің ауданын формасы бізде қандай еді? А квадрат түбір асты 3 еді. Енді бізде А-ның мәні уже белгілі ғой. Осын аламыз, мына жақта тұрған А-ның орнына апарып қоя саламыз. Сонда
толық бетінің ауданы тең болады 2-ның квадраты көбейту түбір асты 3. Нәтижесінде 4 түбір асты 3 шығады. Бұл бізде Е варианты. Міне осылайша оңай шыға салады. Келесі есеп. Көлемі 12 сантиметр куб дұрыс төртбұрышты пирамиданың табанының қабырғасы 3 сантиметр. Пирамиданың бүйір қырының ұзындығын тапсын дейді. Ең бірінші сызбасын сызып алайық. Бізде мынандай бір дұрыс төртбұрышты пирамида берілген екен. Пирамиданы сыздық. Енді көлемі 12 сантиметр куб. Мына жазып қоймыз. Пирамиданың көлемі бізде 12-ге тең. Қараңыздар, дұрыс төртбұрышты пирамида деген. Ол не деген сөз? Мына пирамиданың табанында жатқан фигура ол төртбұрыш. Бірақ ол қандай төртбұрыш деп тұр? Дұрыс төртбұрыш деп тұр. Дұрыс төртбұрыштың екінші атауы ол бізде не? Шаршы или орысша айтқанда квадрат. То есть табанда жатқан төртбұрыш ол жай ғана төртбұрыш емес, шаршы болып тұр. Ал шаршының бүкіл қабырғасы өзара тең. Енді табанның қабырғасы нешеге тең дейді? Табанның қабырғасы 3-ке тең. Мына табанда жатқан төртбұрыштың, яғни шаршының қабырғалары бізде барлығы неге тең болып тұр? 3-ке тең болып тұр екен. Оны жазып алдық. Пирамиданың бүйір қырының ұзындығын тапсын дейді. Енді былай, бүйір қыры деген еді? Біз жаңа ғана теория бөлімінде бүйір қырын қандай әріппен белгіледік? М деген әріппен белгілегенбіз. Ол бізде міне мына бір түзу. Енді бізге осы бүйір қырының ұзындығын табу керек. Енді бүйір қырының ұзындығын бұл жерден қалай табады? Мынандай бір идея бар. Біз қазір тұрамызда мына төбеден астыға қарай былайынан дәл шаршының ортасына келіп не түсіреміз? Биіктік түсіреміз. Енді қараңыздаршы, мына бір нүкте дәл осы шаршының ортасына келіп тұр, и осы нүктеден егер де мен қазір былайынан түзу жүргізсем, бүйір қырының ұшына дейін, менде мына жақта қандай үшбұрыш пайда болды? Мұқият қарасаңыздар, менде тік бұрышты үшбұрыш пайда болды. Сонда мен М-ді негізі не арқылы тапсам болады? Осы жерде Пифагор теоремасы арқылы тапсам болады. Бірақ ол үшін маған нені табу керек? Биіктікті табу керек. Именно табанда жатқан мына бір қабырғаның ұзындығын табу керек. Енді былай, мына қабырғаның ұзындығын бізге қалай тапса болады деген сұрақ туындайды. Бірінші байсың, мына нүктеден мына бір екінші шеті бар ғой. Сол жерге дейін түзу жүргізсем, менде қазір полноценный не пайда болды? Мына квадраттың табанда жатқан шаршының диагоналі пайда болды. Енді шаршының диагоналінің формасы бізде қандай еді? D тең А түбір асты 2 етін. Бізде қабырғалар итак белгілі неге тең? 3-ке тең емес па? Демек, осы мәнді аламыз да не істейміз? Мына жерде тұрған 3-тің орнына апарып қоямыз. Демек, диагональ бізде 3 түбір асты 2-ке тең екен. Все, таптық. Демек, мына бір ұзын диагональ бізде 3 түбір асты 2-ке тең болып тұр екен. Енді мына нүкте осы диагональды қақ ортасынан бөлген жоқ па? Демек, мына бір жартысы, мына тікбұрышты үшбұрыштың табанында жатқан қабырғасы неше болады? 3 түбір асты 2 бөлінген 2-ке тең болады. Мына жазып қоямыз. 3 түбір асты 2 бөлінген 2-ке тең болады. Себебі оның жартысы болып тұр. Енді осы жерден бізге не табу керек? Әлі биіктікті табу керек. Ол үшін бізге мына есепте не берген? Көлемді беріп қойған. Көлемнің формасы бізде қандай еді? 3/1 көбейтілген S табан көбейтілген биіктік етін. Осы бізде 12-ке тең болып тұр. Енді қараңыздаршы, бізде биіктік әзірге белгісіз, но табанда жатқан фигура бізде шаршы деді ғой. Ал шаршының ауданы, яғни S табанның ауданы бізде неге тең? Жазып қойық. Табанның ауданы бізде А квадратқа тең, дұрыс қой. Себебі табанда бізде шаршы жатыр. Демек, табанның ауданын табу керек болса, бізге нені табу керек? Шаршының ауданын табу керек. И қабырға бізде қазір ғана айттық қой, 3-ке тең деп. Демек, осы А-ның орнына 3-ті қойса, нәтижесінде бізде не шығады? 9 шығып отыр. Оны тұрамыз да, мына S табанның орнына апарып қоямыз. Сонда 3/1 көбейтілген 9 көбейту H тең 12 дейміз. 3 пен 9 қысқарады, мына 3 қалады. Сонда 3H тең 12, 12-ні 3-ке бөліп жіберсе, нәтижесінде 4 шығады. Демек, биіктік бізде 4-ке тең. Оны таптық. Мына жазамыз, H-ты өшіреміз да, орнына 4 деп жазып қоямыз. Енді осы шыққан тікбұрышты үшбұрышты былайынан бөлек салатын болсақ, бізде мына бір қабырғасы 4, мына бір жері 3 түбір асты 2 бөлу 2 болып тұр. Мынау бізде жаңағы бүйір қыры М. Пифагор теоремасы бойынша М квадрат бізде тең болады 4 квадрат қосылған 3 түбір асты 2 бөлінген 2-ның квадратына. 4-дің квадраты 16, 3 түбір асты 2 бөлу 2-ның квадраты. Так, үстінде 3-тің квадраты 9, түбірдің квадраты просто 2-ні береді. Сонда үстінде 18, астында 2-ның квадраты 4-ті беріп отыр. 16-ның астына 1 бар, ортақ бөлім 4-ті берсек, нәтижесінде бізде мына жақта 64 қосылған 18 бөлінген 4 шығып отыр. Үсті 82, асты 4. Мына жазамыз. Сонда М квадрат бізде 82 бөлінген 4-ке тең. Значит, М неге тең болады? 82 мен 4-ті түбірдің астына аламыз. 4 түбірден 2 болып шығады. 82 сол күйі түбірдің ішіне қалады. Мына түбірдің алдында 1 бар. 1-ді 2-ге бөлсе, нәтижесі не шығады? 0,15 шығады. Демек, бүйір қырының мәні бізде 0,15 көбейтілген түбір асты 82-ке тең екен. Ол бізде А варианты. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір бетінің ауданы 12 см, табанының қабырғасы 2 см, пирамиданың көлемін тапсын дейді. Тура жаңағыдай бірінші сызбасын сызып алайық. Так, сызбасы дайын. Не дейді? Дұрыс төртбұрышты дейді. Дұрыс төртбұрышты деген сөз, табанда не жатыр? Шаршы жатыр деген сөз. Демек, оны бүкіл қабырғалары өзара тең. Бүйір бетінің ауданы 12, яғни SBB бізде 12-ке тең болып тұр. Табанның қабырғасы 2 см. Табанның қабырғасы деген ол бізде не? А, яғни А 2-ке тең. Неге жазып қоямыз? Табанның қабырғалары бізде 2-ке тең болып тұр. Бұларды біз А деген әріппен белгілейміз. Пирамиданың көлемін тапсын деген. Көлемнің формуласы бізде қандай еді? 3/1 S тап
көбейтілген биіктік етін. Табанда бізде шаршы жатыр, ал шаршының ауданы қандай еді? Формуласы а квадрат етін. А бізде 2-ге тең, демек 2-ні квадраттаса 4 шығып отыр. Демек бізде көлемкесі қалай өзгеріп отыр? 3/1 көбейту 4 көбейту h-қа өзгеріп отыр. То есть мына көлем табу үшін не жетпей отыр? Мына биіктіктің мәні жетпей отыр. Бізге тұрамызда мына төбеден алып астыға қарай дәл ортасынан яққа биіктік түсіреміз. Енді бізге осы жерден биіктікті табу керек болады. Енді биіктікті қалай табамыз деген сұрақ туындайды. Ол үшін есеп шартында бізге берген бүйір бетінің ауданы бар ғой. Соны қолданып қазір биіктікті табудың бір жолын жасап көрейік. Бүйір бетінің ауданы формуласы бізде қандай еді? 2/1 p табан көбейту l етін, дұрыс па? Бұл бізде 12-ге тең. Енді p тап деген табанда жатқанына шаршының несі? Периметрі. Енді былай. Шаршының периметр формуласы 4a етін. Бізде қабырғасы 2-ге тең, демек периметр неше болады? 8-ге тең болады. Сонда формула қалай өзгереді? 2/1 көбейту 8 көбейту l тең 12 дейміз. 2 мен 8 қысқарады 4, демек 4l тең 12, l тең 12-ні 4-ке бөлсе 3 шығып отыр. L деген бұл жерде не еді? L деген бұл жерде не? Апофема. Или басқаша айтқанда, бүйір жағының несі? Биіктігі. Мына жерге жазып қоймыз. Но бізде бүйір жағының биіктігі 3-ге тең болып тұр. Енді байқаған болсаңыздар, егер де мен биіктіктің түскен нүктесімен мына жерде жатқан апофеманың ұшын қосатын болсам, менде қандай үшбұрыш пайда болады? Тік бұрышты үшбұрыш пайда болады. Енді мына биіктікті табу үшін бұл жерде Пифагор теоремасын қолдану керек. Бірақ ол үшін үшбұрыштың табанында жатқан мына бір қабырғаның несін табу керек? Мәнін табу керек болып тұр. Енді оны қалай табады? Біз жаңа айттық қой, мына биіктіктің нүктесі келді шаршының дәл ортасына түсті. Енді өзіңіз ойлаңыздаршы, мына шаршының қабырғасы бізде 2-ге тең. Енді дәл соның ортасына түсетін болса, мына қабырғаны примерно мына жерден бөліп шықпай ма? Енді соның жартысы бізде неге тең болады? Қабырғаның жартысы 1-ге тең болмай ма? 2-нің жартысы 1-ге тең. Демек, үшбұрыштың табанда жатқан қабырғасы мәні тоже неге тең болады? 1-ге тең болады деген сөз. Енді осы үшбұрыштан бөлек бай салып алатын болсақ, мына жер бізде h, мынау 3, мынау 1. Пифагор теоремасы бойынша біз 3-тің квадратынан, яғни 9-дан азайтамыз 1-дің квадратын. Нәтижесінде 8 шығады. Яғни h квадрат 8-ге тең болса, биіктіктің өзі неге тең болады? 2 түбірасты 2-ге тең болса, 8-ді түбірге салса, ол не болып шығады? Түбірден 2 түбірасты 2 болып шығады. Все. Биіктікті осылайша таптық. Енді оны аламыз, мына жақта тұрған h-тың орнына апарып қоямыз. Сонда v тең 3/1 көбейту 4 көбейту 2 түбірасты 2 дейміз. Нәтижесінде бізде 8 түбірасты 2 бөлінген 3 шығады. Демек, пирамиданың көлемі бізде қай вариантқа сай келіп тұр? Е вариантына сай келіп тұр екен. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты пирамида төбесіндегі жазық бұрыш 60 градус, биіктігі 2 см болса, бүйір бетінің ауданын тапсын дейді. Ең бірінші, тура жаңағыдай не істейміз? Пирамиданы салып аламыз. Пирамида дайын. Енді не дейді? Дұрыс төртбұрышты дейді тағы да. Демек табанда қандай фигура? Бізде табанда шаршы. Демек оның бүкіл қабырғалары бізде өзара тең. Енді келесі, бұл жерде жаңа сөз пайда болды, төбесіндегі жазық бұрыш дейді. Енді жазық бұрыш деген не деген сұрақ туындайды көбісінде? Жазық бұрыш деген ол міне мынау. Мына пирамиданың бізде 4 жағы бар ғой, иә? Соның кез келген бір жағын аламыз, бізге қарап тұрған үшбұрышты көріп тұрсыздар ғой? Қызылмен бояп шығайын, мына бір үшбұрыш бізге қарап тұрған. Осы үшбұрыштың мына төбесінде жатқан мына бір бұрышы бізде не дейді? 60 градусқа тең дейді. Яғни жазық бұрыш деген не деген сөз? Сол кез келген бір жағын аласыздар, сол жақтың үстіндегі бұрыш дейді, нешеге тең? 60 градусқа тең дейді. Не үшін именно төбесіндегі десе, себебі есептің шарты өзіне деді, төбесіндегі деп айтқан. Яғни осы жақтың төбесінде жатқан бұрыштың мәні бізде 60 градусқа тең екен. Енді биіктігі 2 см болса, қай жазып қоямыз? Биіктігі бізде 2-ге тең. Бүйір бетінің ауданын тапсын дейді. Бүйір бетінің ауданын табу керек. Оның формасы бізде қандай еді? 2/1 p тап көбейту l етін. Енді былай, p тап деген не ол? Табанда жатқан шаршының периметрі. Оның формасы бізде 4a етін. A деген мына шаршының қабырғалары. Олар бізде әзірге белгісіз. Осы 4a-ны аламыз, мына p таптың орнына апарып қоямыз. Сонда бүйір бетінің ауданы тең болады 2/1 көбейту 4a көбейту l дейміз. 2 мен 4 қысқарады, нәтижесінде бізде не қалады? Бүйір бетінің ауданы бізде 2 көбейту a көбейту l деген формуламен анықталады екен. Енді бүйір бетінің ауданы табу үшін маған не керек болып тұр? Маған a деген қабырға керек, еще апофеманың ұзындығы керек. Бізде екеуі де әзірге белгісіз. Кішкене теорияға тоқталып өтейік осы жерде. Мынандай нәрсе бар да. Мысалы пирамиданың табаны бізде дұрыс төртбұрыш қой. Яғни шаршы табаны. Егер де пирамиданың табанында бізде дұрыс төртбұрыш жатса, демек оныңда бүкіл бүйір қырлары өзара не? Өзара тең деген сөз. Сонда былайынан жазып қоямыз. Мына бүйір қырлары барлығы өзара тең болып тұр. Келесі. Мына бір бүйір жағымен жұмыс істейтін болса, қызылмен боялған. Төбесі 60 градус, дұрыс па? И мына бір екі қабырғасы бар ғой. Осы екі қабырға қарсы жатқан мына бір екі бұрыш нешеге тең болады деп ойлайсыздар? Явно өзара тең болады, дұрыс па? Себебі осы бұрыштарға қарсы жатқан қабырғалар тоже өзара тең болып тұр ғой. Демек біз не істейміз? 180-нен үстіне тұрған градусты азайтамыз. 180-нен үстінегі мына 60 градусты азайтса неше болады? 120 градус болады. И мына 2 градус тең болғаннан кейін 120-ны аламыз да 2-ге бөліп жібереміз. Нәтижесінде мына астында тұрған градустар мәндері бізде неге тең болады? 60
градусқа тең болады. То есть мына бүйір жағында бізде қандай үшбұрыш пайда болды? Тең қабырғалы, яғни дұрыс үшбұрыш пайда болды. Ал ондай үшбұрыштардың бүкіл қабырғасы қандай өзара тең. Демек, мына жаққа тағы да бір сызық қосамыз, и осылайша бүйір қыры мен табанда жатқан қабырғалардың барлығы өзара тең деп былайынан көрсетеміз. То есть бізде табанда жатқан қабырға ғана а емес, и бүйір қырлары тоже неге тең деген сөз? Барлығы аға тең деген сөз. Надеюсь, осы жерде логикасы жетті сіздерге. Енді осы жерден алып қазір биіктікті жүргізсек. Мына төбесі и былайынан ортаға қарай биіктік жүргіземіз. H дейміз. Мына 60 градус әзірге өшіріп тұр, керек емес қой, керек нәрсені уже алдық. Так, бізге енді не тапсын дейді. Бұл жерде биіктік мәні бізде уже белгілі ғой, 2-ге тең. Так, бізге L-ді табу керек болып тұр екен. Бізге былай істейік. Мына бір төбеден мына бүйір жағының бойымен дәл ортасына не түсіреміз, неға? Биіктік түсіреміз. Бұл бізде L болады. Енді мына ортасымен биіктіктің түскен жермен табанын былай қосатын болсақ ұшын, бізде қандай үшбұрыш пайда болды? Тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Мынау бізде дәл ортадағы нүкте болғаннан кейін мына табанда жатқан мына бір түзу бізде шаршының қабырғасының дәл ортасына тең емес пе, жартысына, дұрыс па? Демек, егер де қабырғасы бізде А болатын болса, онда мына үшбұрыштың табанда жатқаны үзік-үзік сызық бізде неге тең болады? Ол бізде А бөлінген 2-ге тең болады. Мынаны өлшеп тастайық әзірге. Мына қабырғасы бізде А бөлу 2-ге тең болып тұр. Оны жазып қоямыз. Енді осы жерден енді қараңыздаршы, бізге А мен L-ді табу керек. Ол үшін мына үшбұрыштан аяққа бөлек салатын болсақ, бізде қазір не болып тұр? Мынау 2-ге тең, мынау бізде А бөлу 2-ге тең, мынау L-ге тең. Маған желательно мына жерде L бар ғой, апофема, соны А мен өрнектеген дұрыс болар еді. Сол кезде біз Пифагор теоремасын қолданып А-ның мәнін тауып алатын едік. Енді оны қалай істейді? Біз жаңа айттық қой, мынау бүйір жақтардың төбесіндегі бұрыштың барлығы неге тең дедік? 60 градусқа тең дедік. Мына оң жақта тұрған үшбұрыш бар ғой, соның дәл төбесіне біз не жүргіздік? Апофема жүргіздік. Ол апофема не істеді? Тең қабырғалы үшбұрыштың дәл ортасымен жүрді. Мына қабырғаны теңдей етіп 2-ге бөлді. Еще мынау дұрыс үшбұрыш болғаннан кейін бұл жасыл түзу бізде еще не бисектрисан рөлін атқарып отыр. То есть бастапқыда мына бір төбесі бізде 60 градус болды ғой. Оны тұртан не істеді? Әрқайсысын жеке-жеке 30 градусқа мына бөліп тастады. Сонда мына бір үшбұрышқа қарайтын болсақ, мына жерде пайда болған. Бізде міне былайынан тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Мына жер 30 градус, мына 90, мынау бізде апофема. Егер де үсті 30, асты 90 болса, онда оң жақта бұрыш неше болады? 60 градус болады деген сөз. И мына бір жасыл түзу апофема тұртты, қабырғаны тең 2-ге бөлді. Демек, мына бір қабырғасы бізде нешеге тең болады? А-ның жартысына, яғни А бөлінген 2-ге тең болып отыр. И мына бір бүйір қыры бізде А-ға тең. Ол міне мына бір қабырғасы. Осы жерден біз 30-60-90 тікбұрышты үшбұрыштың дербес жағдайын қолданамыз. Егер де 30 градусқа қарсы жатқан қабырғасы бізде А бөлінген 2 болса, онда 60 градусқа қарсы жатқан қабырғасына біз не жалғаушы едік? Түбірасты 3 жалғайтынбыз. Яғни L бізде неге тең болады? А бөлінген 2 түбірасты 3-ге тең болады. Надеюсь, логика түсінікті. Типа былай еді ғой. 30 градусқа қарсы жатқан қабырғасы бізде X болатын болса, онда 60 градусқа қарсы жатқан қабырғасына просто не жалғаймыз? X түбірасты 3 жалғайтынбыз. Енді X бізде А бөлінген 2-ге тең емес пе? Демек, мына X-ның орнына А бөлу 2-ні қойса, А бөлінген 2 түбірасты 3 шығып отыр. Надеюсь, енді жетті. Сонымен мына жазамыз. L бізде А бөлінген 2 түбірасты 3-ге тең екен. Сонда L-ді өшіреміз да орнына А бөлінген 2 түбірасты 3 деп жазамыз. Осы үшбұрышпен енді Пифагор теоремасын құрастырамыз. Сонда 2-ның квадраты, яғни 4 тең болады. А бөлінген 2 түбірасты 3-тің квадраты азайтылған А бөлінген 2-ның квадраты. А бөлі 2 түбірасты 3-тің квадраты бізге 3А квадрат бөлінген 4-ті береді. Ал А бөлі 2-ның квадраты А квадрат бөлінген 4. Екеуін азайтсақ, нәтижесінде 2А квадрат бөлінген 4 шығады. 2 мен 4 қысқарады, нәтижесінде А квадрат бөлінген 2 шығып отыр. Сонда 4 бізде А квадрат бөлінген 2-ге тең. 2 көбейтіп барады, сонда А квадрат 8-ге тең болады. Осы жерден 8-ді түбірге салатын болса, түбірасы 8 неге тең болады? 2 түбірасы 2-ге тең болады. Демек, А-ның мәні бізде 2 түбірасы 2-ге тең. Оны міне мына таптық. Енді L-ді табу үшін не істейміз? Осы мәнді аламыз да, мына жерде тұрған А-ның орнына апарып қоямыз. Сонда L тең 2 түбірасы 2 бөлінген 2 көбейту түбірасы 3 дейміз. 2 мен 2 қысқарады, нәтижесінде түбірасы 2 мен түбірасы 3 көбейтсе, түбірасы 6 шығады. Демек, L бізде түбірасы 6-ға тең болып тұр екен. Онда біз таптық. Енді орындарына апарып қойсақ, сонда 2 көбейту А бізде 2 түбірасты 2-ге тең, и L бізде түбірасты 6-ға тең. Нәтижесінде бізде 4 түбірасты 2-ні 6-ға 12 шығып отыр. 12 түбірден бізде 2 болып шығады, сонда 4 көбейтілген 2 түбірасты 3 болады. Нәтижесінде 8 түбірасты 3 деген бізде не шығып отыр? Осы пирамиданың бүйір бетінің ауданы шығып отыр. Бұл бізде А варианты. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың табан қабырғасы 2 см, ал бүйір жағының биіктігі 6 см. Пирамиданың бүйір бетінің ауданы тапсын дейді. Бірінші жазайық. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың табан қабырғасы, яғни А бізде 2-ге тең екен. Яғни дұрыс төртбұрыш деген сөз бұл қандай фигура? Бұл бізде шаршы деген сөз. Бүйір жағының биіктігі ол бізде не еді? Апофема еді. Ол бізде қандай әріппен белгіленеді? L деген әріппен белгіленеді. Яғни L бізде 6-ға тең. И пирамиданың бүйір бетінің ауданы тапсын деген. Бүйір бетінің ауданы формуласы бізде қандай еді? 2-ден 1 P табан көбейту L етін. Енді бізде шаршы деп тұр ғой, табанды шаршы орналасқан. Ал шаршының периметрінің формуласы қандай еді? 4 көбейту А етін. А-ның мәні бізде уже бар, орнына апарып қоямыз, сонда 4-ті 2-ге көбейтсе, нәтижесінде 8 шығып отыр. Енді мына P таптың орнына осы 8-ді қойса, S бүйір беті тең болады 2-де 1 көбейту 8 көбейту
L-дің мәні бізде тоже бар. 6-ға тең. 2 мен 8 қысқарады 4, 4 6-ға көбейтсе 24 шығып отыр. Демек, пирамиданың бүйір бетінің ауданы бізде А вариантына сай келеді екен. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрышы 45 градус. Пирамиданың көлемі 9 бөлінген 2, пирамиданың қабырғасын тапсын дейді. Так, бұл жерде бізге пока что не белгілі. Дұрыс төртбұрышты бізге шаршын айтып отыр тағы да. Так, бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш дейді. Біз бұған қазір кейін тоқталып өтеміз. Пирамиданың көлемі 9 бөлінген 2-ге тең екен, пирамиданың қабырғасын тапсын дейді. Пирамиданың қабырғасы деп бұл жерде бүйір қырын емес, именно табанда жатқан қабырғаны сұрап отыр. Яғни А-ны табу керек болып тұр. Енді бірінші пирамиданың өзін салып алайық. Так, пирамида дайын. Енді табаны бізде шаршы дейді, демек қабырғалар бізде өзара тең. Келесі, бұл жерде ең маңызды информация именно мынау болып тұр ғой. Пирамиданың бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрышы 45 градус дейді. Мына нәрсені есте сақтаңыздар. Егер де бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш деп айтса, бүйір жағында сіздер не жүргізесіздер, дәл ортасына биіктік жүргізбейсіздер ма? Яғни бүйір жағының биіктігі, яғни L мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш 45 градус деп тұр. Мына бүйір жағының дәл ортасына былай қарай апофема жүргізесіздер. Мына бізде L болады. И осы төбеден біз астыға қарай былайынан биіктік жүргізсек, и осы биіктік түскен жер мен мына апофеманың ұшы бар ғой, сол екеуін былайынан қоссақ, бізде мына жерде апофема мен мына үшбұрыштың табанында жатқан үзік-үзік сызық бар ғой, осы екеуінің арасындағы бұрыш сіздерде неше градус дейді? 45 градусқа тең дейді. Түсінікті ғой, яғни қай бұрышты айтып отқан. Егер де есепте бүйір жағы мен табан жазықтығы арасына бұрыш деп айтса, значит ол неменен арасына жатқан бұрыш? Мына апофема, яғни L мен соның көлеңкесі, проекциясы бар ғой, сол екеуінің арасында жатқан бұрыш 45 градусқа тең деген сөз. Осылай жаттап аласыздар. Так, мынаны өшіріп кішкене әдемілеп жазайық. Мына жер бізде 45 градус. Енді қараңыздар, бізде мына жақта ортасына тікбұрыш үшбұрыш пайда болды ғой. Мына 1 градус 90, мына жер 45, демек үсті мына жақта тоже неше градус болады? 45 градус болады деген сөз. Енді осы 45 градусқа қарсы жатқан қабырғасы биіктік, и мына 45 градусқа қарсы жатқан мына табанда жатқан проекциясы өзара тең деген сөз. То есть біз тұрамыз да бұларды өзара тең деп көрсетіп қоямыз. Мына екі қабырғасы бізде тең болып тұр. Енді біз шаршының, табанда жатқан шаршының қабырғасын не деп белгілеуші едік? А деп белгілеуші едік қой. Енді мына нүкте, яғни биіктік түскен нүкте, бұл нүкте шаршының дәл ортасына келіп түсті. Демек мына үшбұрыштың табанда жатқан үзік-үзік сызық бізде осы қабырғаның жартысына тең болмай ма? Егер қабырғасы бізде А болса, демек жартысы мына жақта неше болады? А бөлу 2 болады. Енді осы үшбұрышты мына жаққа бүйтіп бөлек салатын болсақ, мынау H, ол бізде табанда жатқан А бөлінген 2-ге тең болып тұр. Сонда мына жаққа жазамыз, H бізде неге тең? А бөлінген 2-ге тең екен. Бізде пирамиданың қабырғасын, яғни А-ны тапсын деген. Енді мына мәліметті біз қазір қалай қолданамыз? Ол үшін жаңа есеп шартына берілген көлемге тоқталайық. Көлемнің формасы бізде 3/1 S табан көбейтілген биіктік етін. Ол бізде 2/9-ға тең. Енді табанның ауданы, табанда жатқан фигура бізде шаршы еді ғой. И шаршының ауданы формасы бізде қандай еді? А квадрат етін. То есть S табанның орнына апарып, мен не қоямын? А квадратты апарып қоя саламын. И нәтижесінде А квадрат көбейту H тең 2/9 шығып отыр. Енді маған пирамиданың қабырғасын тапсын деген ғой, маған А-ны табу керек. То есть маған желательно мына H-ты не арқылы өрнектеу керек? А арқылы өрнектеу керек. Мен тұрамда мына А бөлу 2-ні осы H-тың орнына апарып қоямын. Сонда 3/1 көбейту А квадрат көбейтілген А бөлу 2 тең 2/9 дейміз. Осы жерде А квадрат мен А-ны көбейтсе А куб болады, 3 пен 2-ні көбейтсе 6. 6 мына жерде көбейтіп барады, сонда А куб тең 2/9 көбейту 6, 2 мен 6 қысқарады 3, 9 мен 3-ті көбейтсе 27 болады. Сонда А куб тең 27, қай санды кубтаса бізде 27 шығады? 3-ті кубтаса бізде 27 шығады. Демек бұл бізде қай вариантқа сай келеді? Д деген вариантқа сай келеді екен. Демек шаршының бізде қабырғасы 3-ге тең. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір қыры табан жазықтығы мен 45 градус бұрыш жасайды. Және екі түбірасы 2-ге тең дейді. Пирамиданың көлемін тапсы дейді. Так, тағы да дұрыс төртбұрыш. Бұл жерде шаршы жайлы айтып отыр. Яғни табаны бізде шаршы. Не дейді? Бүйір қыры дейді. Теория бөлімінде біз атап өттік қой. Бүйір қыры деген қандай әріппен белгіленеді бізде? М деген әріппен белгіленеді, дұрыс па? То есть, түсініп отырсыздар ма? Егер де бүйір жағы мен табан жазықтығының арасында бұрыш десе, сіздер L мен соның астында жатқан проекцияның екеуінің арасында пайда болған бұрышты айтады да. Ал бүйір қыры мен табан жазықтығының арасында десе, яғни бүйір қыры мен соның астында жатқан проекцияның арасында бұрышты айтып отыр деген сөз. Оны қазір сызбада көрсете жатырмыз. И бүйір қыры бізде неге тең дейді? 2 түбірасы 2-ге тең. Неге жазып қоямыз? М бізде 2 түбірасы 2-ге тең екен. И пирамиданың көлемін тапсын дейді. Жалпы көлем формуласын еске салып жіберейік. 3/1 S табан көбейтілген биіктік етін. Енді табанда бізде шаршы жатыр ғой. Формуласы қандай? А квадрат. То есть көлем тең 3/1 А квадрат көбейту H дейміз. Бізде бұл жерде А да белгісіз, H да белгісіз. Енді не істейміз? Тура алдыңғы есептегідей суретін сызып аламыз. Сызба дайын. Табаны бізде шаршы, яғни қабырғалары өзара тең деген сөз. И бүйір қыры деген бізде мына бір қыры болып тұр, ол бізде 2 түбірасты 2-ге тең екен. И былай дейді, бүйір қыры табан жазықтығымен 45 градус бұрыш жасайды дейді. Біз қазір тұрамыздан мына төбеден астыға қарай былайынан биіктік түсіреміз. Бұл биіктік бізде 90 градус болып шығады. И мына биіктік түскен жермен мына
апофеманың ұшы бар емес па? Сол екеуінің арасында мына жақта пайда болған бұрыш неше градусқа тең дейді? 45 градусқа тең екен. Мына жаққа жазып қоямыз. Мына жер бізде 45 градус. Егер де мына тікбұрыш үшбұрыштың табандағы бұрышы 45 болса, онда үстіндегі бұрышы тоже неше градус болады? 45 градус болады деген сөз. Біз жаңынан айттық қой, 45 градусқа қарсы жатқан қабырғалары өзара тең дегенбіз. Демек, мына қабырғасы бізде табанда жатқан проекцияға тең деген сөз. Осы жерден біз қазір нені тауып аламыз? Егер де мына екі қабырғасы тең болса, мынау бізде биіктік болса, онда табанда жатқан проекциясы бізде тоже не биіктік деген сөз емес пе? Енді осы тікбұрышты үшбұрышты былайынан бөлек салатын болсақ, былайынан. Мынау бізде h, мынау h, себебі екеуі тең. Мына бір қабырғасы 2, түбірасы 2. Тікбұрышты үшбұрыштың дербес жағдайы. Егер де мына 2 градус бізде 45 градустан болса, демек, формула бойынша 90 градусқа қарсы жатқан қабырғасы бізде формула бойынша а түбірасы 2-ге тең, ал 45 градусқа қарсы жатқан қабырғасы бізде а-ға тең. Дұрыс па? Осы жерде 2 түбірасы 2 мен а түбірасы 2-ні теңестіру арқылы түбірасы 2 рет қысқартамыз, демек а неге тең болады? А бізде 2-ге тең болады. Демек, мына жерде а-ның орнына апарып 2-ні қойса, сонда h бізде неге тең болады? h бізде 2-ге тең деген сөз. Все. Мына жазып қоямыз. h бізде 2-ге тең. Оны таптық. Енді бізге не керек? а-ның мәні керек. Енді а-ның мәні бұл жерден қалай табады? Біз мына жақта биіктікті түсірдік қой. Мына бір түскен нүктесінен дальше мына нүктесіне қарай түзу жүргізетін болсақ, менде мына жақта полноценный мына жерде не пайда болды? Диагональ пайда болды, дұрыс па? Мына табанда жатқан шаршыны бөлек салатын болсақ, былайынан. Мынау бізде диагональ, мынау шаршы, қабырғалары а-ға тең. Қараңыздар, бізде h неге тең болды? Мына бір жартысы, диагональдің жартысы 2-ге тең болды ғой. Значит, полный диагональ нешеге тең? 4-ге тең деген сөз. Мына жер бізде 90 градус, мына жақта неше градустан болады? 45 градустан болады. Неге? Себебі мына екі қабырғасы бізде тең ғой. Демек, соларға қарсы жатқан бұрыштар тоже тең болады деген сөз. Яғни 45-ге тең болады. Формуласы бойынша 90 градусқа қарсы жатқан қабырғасы бізде а түбірасы 2-ге тең. Яғни 4-ті а түбірасы 2-ге теңестіру арқылы мен нені табамын? Шаршының қабырғасын табамын. Түбірасы 2-ні бөліп барады, сонда а тең 4 бөлу түбірасы 2 дейміз. Иррационалдан құтылсақ, түбірасы 2, астында 2, үстінде 4, түбірасы 2 болады. 2 мен 4 қысқарады, нәтижесі 2, түбірасы 2 шығып отыр. Демек, қабырғасы бізде 2, түбірасы 2-ге тең екен. Мынаны аламыз да, мына жерде а-ның орнына апарып қоямыз. Сонда көлем тең болады 3-те 1 көбейтілген 2 түбірасы 2-ның квадраты көбейтілген 2. Нәтижесінде 3-те 1, 2 түбірасы 2-ның квадраты бізге 8-ді береді, оған 2-ні көбейтеміз, нәтижесінде 16 бөлінген 3 шығып отыр. Демек, бұл бізде қай вариантқа сай келеді? А вариантына сай келеді екен. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың көлемі 1,5, ал табанның қабырғасы түбірасы 3. Пирамиданың табандағы екі жақты бұрышты тапсын дейді. Так, бірінші жазайық, не берілген? Дұрыс төртбұрыш дейді, ол бізде шаршы. Пирамиданың көлемі, яғни V бізде 1,5-ға тең, табанның қабырғасы деп А-ны айтып отыр, А түбірасы 3-ге тең. Пирамиданың табандағы екі жақты бұрыш тапсын дейді. Енді ол қандай бұрыш деген сұрақ туындайды. Бірінші, сызбасын сызайық. Пирамида дайын. Табаны шаршы дейді, яғни қабырғалары өзара тең. Қабырғасы мәні біз неше дейді? Яқта түбірасы 3-ге тең екен. Пирамиданың табандағы екі жақты бұрышты тапсын дейді. Мынандай лайфхак бар да, егер екі жақты бұрышты тапсын десе, сіздер не істейсіздер? Мына төбеден, мына бүйір жағын бойымен дәл ортасына былай қарай не жүргізесіздер? Биіктік жүргізесіздер. Бұл бізде L болады. Мына төбеден дәл алдың есептегіден не істейміз? Биіктік жүргіземіз. H. Мына жақта бізде проекция пайда болады. Мына үзік-үзік сызық пен апофеманың арасындағы мына пайда болған бұрыш бар емес па? Сол бізде не деп аталады? Екі жақты бұрыш деп аталады, деп жаттайсыздар, болды. Сонда бізге осы жақта жүрген мына альфаны табу керек, осы бұрышты. Түсінікті ғой? Бұл жерде қазір мына тікбұрышты үшбұрыштың табанында жатқан үзік-үзік сызық бар емес па? Соны тапқан бізге өте оңай болады. Неге? Себебі мына биіктік келді, шаршының дәл ортасына түскен жоқ па, дұрыс па? Демек, егер де шаршының қабырғасы бізде түбірасы 3 болса, демек дәл соның жартысы неше болады? Түбірасы 3-ның жартысы бізде түбірасы 3 бөлінген 2-ге тең болады. Демек, мына тікбұрышты үшбұрыштың табанда жатқан мына бір үзік-үзік сызығы түбірасы 3 бөлінген 2-ге тең болып тұр. Мынау бізде L. Енді осы жерден бізге әлі нені табу керек? Биіктікті табу керек болып тұр. Ал биіктікті қалай табады? Мына жерде берілген көлем жайлы мәлімет бойынша. Көлемнің формуласы 3-те 1 көбейтілген S табан көбейтілген биіктік тең 1,5 дейді. Табанда жатқан фигура бізде шаршы, шаршының аудан формасы А квадрат. Яғни түбірасы 3-ті квадраттаса, нәтижесінде бізде не шығады? 3 шығып отыр. Сонда орнына қойсақ, 3-те 1 көбейтілген 3 көбейту H бізде 1,5 болып отыр. 3 пен 3 қысқарады, нәтижесінде биіктік бізде 1,5-ға тең екен. Неға жазып қоямыз? Биіктік бізде 1,5 болды. Енді қараңыздаршы, бізде мына жерде жатқан альфаны табу керек, дұрыс па? Енді осы альфаға мұқият қарасақ, қарсы жатқан қабырғаның мәні белгілі. Мынау бізде қарсы жатқан қабырға. Альфаға іргелес жатқан мына бір қабырғаның мәні белгілі. Бұл сіздерге қандай ой салу керек? Естеріңізде болса, бізде 4 тригонометриялық функция бар: синус, косинус, тангенс, котангенс. Енді сол 4 функцияның қайсысында біз қарсы жатқан катетті іргелес жатқан катетке бөлетінбіз. Біз оны тангенсте қолданамыз. То есть мен альфаны тұрамын да, тангенсін ішіне салам. Тангенс альфаны анықтамасы бойынша қарсы жатқан катетті бөлемін неге? Іргелес жатқан катетке. Мына альфаға қарсы жатқан қабырға бізде 1,5 болып тұр. Оны бөлеміз іргелес жатқан катет, яғни түбірасы 3 бөлінген 2-ге. Мына 2 үстіге қарай көбейтіліп барады. 2-ні 1,5-ға көбейтсе 3 болады. Сонда 3 бөлу түбірасы 3 шығып отыр. Иррационалдан құтылсақ, асты 3, үсті 3, түбірасы 3 болады. 3 пен 3 қысқарады. Нәтижесінде тангенс альфа бізде түбірасы 3-ге тең.
Ал тангенс бізде неше градусқа түбірас ұшты беруші еді? 60 градусқа. Демек, альфаның мәні бізде 60 градусқа тең екен. Демек, мына жерде жатқан екі жақты бұрыштың мәні бізде 60 градус екен. Бұл бізде Е вариантына сай келеді. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты пирамида апофемасы 8 см, бүйір қыры 10 см. Пирамиданың көлемін тапсын дейді. Так, дұрыс төртбұрыш, яғни шаршы жайлы айтып отыр. Апофемасы, яғни L бізде 8-ге тең, бүйір қыры M бізде 10-ға тең. Пирамиданың көлемін тапсын дейді. Көлемінің формасы бізде қандай еді? 3/1 S табан көбейтілген H етін. Енді қараңыздар, S табан бізде табанда жатқан шаршы емес пе еді? Формасы қандай? А квадрат. То есть көлемді табу үшін 3/1 А квадрат көбейту H-ті қолданамыз. Бізде не А жоқ, не H жоқ. Значит, осы жерден несеміз біз сызбаны сызып аламыз. Сонымен пирамида дайын. Табанда қабырғалар тең, себебі ол бізде не? Шаршы. M бізде 10-ға тең, и апофемасы 8-ге тең дейді. Демек біз мына төбеден аламыз да былайына дәл ортасынан мына апофема түсіреміз. Апофемасы бізде 8, мына бізде 90 градус болып түседі. Енді қараңыздаршы, мына жерде негізі аның мәнін оңай тауып болады. Жалпы апофема түскен жерде қабырғаны тең екіге бөлмей ме? Бізде бастапқыда мына қабырға А-ға тең етін. Демек оны екіге бөлетін болса, каждый қабырғасы нешеге тең болады? А бөлінген 2-ге тең болады. Демек мына бір үшбұрышты мына бөлек салып алатын болсақ былайынан. Менде не пайда болады? Тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Табаны А бөлі 2, мына бір қабырғасы 10 и биіктігі 8 болып тұр. Пифагор теоремасы бойынша А бөлінген 2-ның квадраты тең болады, 10-ның квадраты азайтылған не? 8-дің квадратына. 10-ның квадратына 8-дің квадратын азайтса, нәтижесінде бізде 36 шығады. А бөлінген 2-ні квадраттасақ, А квадрат бөлі 4 тең 36 болып тұр. 4 көбейтіп барады, сонда А квадрат тең 36-ны 4-ке көбейтсе 144. 144-ті түбірден шығарсақ не болып шығады? 12 болып шығады. Демек шаршының қабырғасы бізде не жазып қоймыз? Шаршының қабырғасы бізде 12-ке тең екен. Аны біз таптық. Енді бізге не керек? Бізге биіктік керек болып тұр. Біз тұрамыз да мына төбеден астыға қарай былайына дәл шаршының ортасына не жүргіземіз? Биіктік жүргіземіз. Енді биіктікті табу үшін мына бір ұшынан апофеманың ұшына қарай мынандай проекция жүргіземін. Енді мына бір үзік сызық бізде неге тең болады? Егер де қабырғасы 12 болса, үзік сызық соның жартысы, яғни неге тең болады? 6-ға тең болады деген сөз. Осы үшбұрышты мына жаққа бөлек салатын болсақ, менде мынандай бір тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Биіктігі бізде белгісіз, апофема 8, табаны 6. И Пифагор теоремасы бойынша H квадрат тең болады 8-дің квадраты азайтылған 6-ның квадраты. 8-дің квадраты 64, 6-ның квадраты 36, нәтижесінде 28 шығып отыр. Сонда H квадрат бізде 28-ге тең болса, H түбірасты 28-ге тең. Ал 28 түбірден не болып шығады? 2 түбірасты 7 болып шығады екен. Демек, биіктік бізде 2 түбірасты 7-ге тең. Оны жазып қоямыз. Орнына апарамыз, сонда көлем тең болады 3/1 көбейтілген 12-ның квадраты көбейтілген 2 түбірасты 7-ге. 12-ның квадраты бізде 144. Оған көбейтеміз 2 түбірасты 7-ні. 3 пен 144 қысқарады, нәтижесінде 48 шығады, 48 2-ге көбейтсе 96 түбірасты 7 шығып отыр. Демек, пирамиданың көлемі бізде 96 түбірасты 7-ге тең. Бұл бізде А варианты. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір бетінің ауданы 2 түбірасты 13 см, табанының қабырғасы 2 см, пирамиданың көлемін тапсын дейді. Бірінші жазып алайық. Дұрыс төртбұрыш деген бұл жерде нені айтып отыр? Бұл жерде шаршыны айтып отыр. Так, бүйір бетінің ауданы, яғни SBB бізде 2 түбірасты 13-ке тең, табанның қабырғасы, яғни А бізде 2-ке тең, и пирамиданың көлемін тапсын дейді. Пирамиданың көлем формасы 3/1 S табан көбейтілген H етін. Енді қараңыздар, табанның ауданы А квадрат, себебі шаршы ғой. И аның мәні бізде еще белгілі. То есть аның орнына 2-ні қойса не шығады? 4 шығып отыр. Сонда көлемді табу үшін 3/1-ді көбейтемін 4-ке, көбейтемін биіктікке. Маған сонда көлем табу үшін не ғана жетпей отыр мына жақта? Биіктік қана жетпей отыр ғой. То есть біз не істейміз? Биіктікті табу керекпіз. Ол үшін сызбасын саламыз. Сызбасы дайын, табаны бізде шаршы, яғни қабырғалары өзара тең. Бізде қабырғалар 2-ге тең екен, мына жаққа сразу 2 деп жаза салайық онда. Бізге биіктік керек, дұрыс па? Біз тұрамыз да мына төбесінен дәл ортасына қарай былайынан биіктік жүргіземіз. Ол биіктікті H деп белгілейміз. Енді бізге биіктікті бұл жерде қалай тапса болады? Бізге желательно бұл жерде не белгілі болған дұрыс? Апофема белгілі болған дұрыс. Енді ол апофеманың мәнін біз қалай табамыз деген сұрақ туындайды. Мына бізде L. Табанда былайынан проекция жүргіземіз. Мына проекция бізде не? Мына қабырғаның жартысына тең болады. Яғни табаны бізде 1-ге тең болып тұр, 2-нің жартысы 1 болып тұр. Маған просто L керек болып тұр ғой, сонда Пифагор теоремасы арқылы биіктікті табу үшін. Ол үшін біз мына мәліметті қолданамыз. Бүйір бетінің ауданы формасы қандай еді? 2/1 P табан көбейтілген L етін. Ол бізде 2 түбірасты 13-ке тең. P табан деген табанда жатқан шаршының периметрі формасы 4A. А біз 2-ге тең, демек 4-ті 2-ге көбейтсе 8 шығып отыр. Сонда 2/1 көбейтілген 8 көбейтілген L бізде 2 түбірасты 13-ке тең. 2 мен 8 қысқарады 4 болады, сонда 4L тең 2 түбірасты 13 болады. L тең болады 2 түбірасты 13 бөлінген 4-ке. 2 мен 4 қысқарады, нәтижесінде түбірасты 13 бөлінген 2 шығып отыр. Мына жазып қоймыз. L-дің мәні бізде түбірасты 13 бөлінген 2-ке тең. Пайда болған тікбұрышты үшбұрышты мына бөлек салатын болсақ, биіктік H, табаны 1, и L бізде түбірасты 13 бөлінген 2-ке тең. Пифагор теоремасын қолданатын болсақ, H квадрат тең болады
түбірасты 13 бөлінген 2-нің квадраты азайтылған 1-нің квадраты. Түбірасты 13 болады, 2-нің квадраты 4. Азайтамыз 1-ді. Астына ортақ бөлім 4-ті берсек, нәтижесінде 4, 13-тен 4 таса 9 шығып отыр. Егер де h квадрат бізде 9 бөлінген 4-ке тең болса, демек h неге тең? 9 түбірден 3 болып шығады, 4 2 болып шығады. Демек биіктік бізде 3 бөлінген 2-ке тең. Оны аламыз, мына жақта тұрған биіктіктің орнына апарып қоя саламыз. Сонда v тең 3-те 1 көбейту 4 көбейту 2-де 3 дейміз. 2 мен 4 қысқарады, 2 3 мен 3 қысқарады. Нәтижесінде көлемі 2-ке тең екен. Бұл бізде в варианты. Келесі есеп. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйір қыры 5-ке тең, ал биіктігі 4-ке тең. Пирамиданың көлемін тапсын дейді. Так, бұл жерде пирамидамыз бізде сәл өзгереді. Неге? Себебі бұл жерде дұрыс 4 бұрыш емес, дұрыс 3 бұрыш деген. Ал дұрыс 3 бұрыш деген ол қандай 3 бұрыш? Ол бізде тең қабырғалы 3 бұрыш деген сөз. Неге жазбаймыз? Тең қабырғалы 3 бұрыш. Так, бүйір қыры 5-ке тең. Бүйір қырын біз m деген әріппен белгілейміз. m бізде 5-ке тең болып тұр. Биіктігі 4-ке тең. Табу керек пирамиданың көлемі. Көлем формуласы 3-те 1 s табан көбейтілген h. Бірінші сызбасын сызбайық. Так, дұрыс үшбұрышты пирамидамыз дайын. Оның табаны дұрыс үшбұрыш, яғни тең қабырғалы үшбұрыш деген соң, табанда жатқан қабырғалар бізде өзара тең деген сөз. Қабырғаларын а деп былай белгілеп қоямыз. Енді табанда жатқан бізде дұрыс үшбұрыш болса, дұрыс үшбұрыштың ауданның формуласы қандай еді? А квадрат түбірасты 3 бөлінген 4 етін. Көлемді табу үшін не керек болып тұр? Именно табанда жатқан дұрыс үшбұрыштың қабырғасының мәні керек болып тұр. Менде биіктік уже бар. Биіктік бізде 4-ке тең екен. Хорошо. Енді бұл жерде табанда жатқан үшбұрыштың қабырғасының мәнін қалай табады? Бізге биіктік берілген екен, демек соны біз қолдану керекпіз. Мына төбеден мен астыға қарай былайына биіктік түсіремін. Бұл биіктік бізде мына тең қабырғалы үшбұрыштың дәл қайғына келеді, ортасына келеді. Ал бұл нүкте бізде жаңа ғана тетраэдрді түсіндірген кезде айттым ғой. Биіктік түскен кезде дұрыс үшбұрыштың дәл қайғына келеді, ауырлық центріне келіп түседі. Бұл бізде ауырлық центрі. Ал ауырлық центр деген ол медианалардың өзара қиылысуынан пайда болған нүкте. Мына жазайық. H бізде белгілі, ол 4-ке тең. И m бүйір қыры бізде 5-ке тең екен. Мына жазып қоямыз, бүйір қыры бізде 5-ке тең. Енді осы үшбұрыштың қазір табанын былай қосатын болсақ, менде мына жерде тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Осы тікбұрышты үшбұрышты мына бөлек салатын болсақ, мына 90 градус, мына 4, мына 5. Табанда қабырғаны табу үшін біз не істейміз? Мынаны x-ті ала салайық. X квадрат тең болады, 5-тің квадраты азайту 4-тің квадраты, нәтижесінде 9 шығады. Демек x бізде 3-ке тең деген сөз. Не жазып қоямыз? Мына бір бөлігі бізде 3-ке тең екен. Енді былай, теорияны кішкене қайталап жіберейік. Мына бір қызыл нүкте бізде ауырлық центр деп аталады дедік. Ауырлық центрі медиананы 2 бөлікке бөледі. Былайынан салайық. Мына бізде дұрыс үшбұрыш болсын. Мына ауырлық центрі. Енді мына сызбаға қарайтын болсақ, біздің үзік сызық мына жерде тұр ғой, дұрыс па? Ол бізде 3-ке тең. И мына нүкте, мына бір медиананы 2 бөлікке бөлді. Міне, кішігірім бөлігі, и мына ұзын бөлігі. Осы ауырлық центрі медиананы 2-де 1 қатынасында бөледі деген бізде теория бар еді. 2-де 1 қатынасында бөледі деген сөз, мына бір медиананың ұзын бөлігі бар ғой, сол кіші бөлігінен 2 есе үлкен болады деген сөз. Егер де ұзын бөлігі бізде 3 болатын болса, мына кішігірім бөлігі одан 2 есе кіші, яғни неге тең? 1,5-ға тең деген сөз. Демек, медиана бізде неге тең болып тұр? 4,5-ға тең болып тұр. Енді осы жерден біз не істейміз қазір? Табанда жатқан дұрыс үшбұрыштың қабырғасының мәнін тауып аламыз. Медиананың формуласы қандай еді бізде? А түбірасты 3 бөлінген 2 етін. Бізде медиананың мәні бар ғой, 4,5-ға тең. Демек, 4,5 тең А түбірасты 3 бөлінген 2 дейміз. 2-ні аяққа көбейтіп барады, сонда 9 тең А түбірасты 3. Түбірасты 3 бөліп барады, сонда А тең 9 бөлінген түбірасты 3 дейміз. Так, иррационалдан құтылсақ, асты 3, үсті 9 түбірасты 3 болады. 3 мен 9 қысқарады, нәтижесінде 3 түбірасты 3 шығып отыр. Демек, табанда жатқан дұрыс үшбұрыштың қабырғасының мәні бізде 3 түбірасты 3-ке тең екен. Осыны аламыз, мына жақта А-ның орнына барып қоямыз. Сонда көлем тең болады 3-те 1 көбейтілген А квадрат түбірасты 3 бөлу 4, яғни 3 түбірасты 3-тің квадраты көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 4 дейміз. И көбейтілген биіктік бізде 4-ке тең. 4 пен 4 қысқарады. 3 түбірасты 3-тің квадраты бізге не береді? Так, 3-тің квадраты 9, түбірдің квадраты 3-тің өзін береді. Сонда 27 шығып отыр. Сонда 27 түбірасты 3. 3 пен 27 қысқарады, мына 9. Демек, көлемі бізде 9 түбірасты 3-ке тең екен. Бұл бізде С варианты. Келесі есеп. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйір қыры 6-ға тең және табанына 30 градус бұрыш жасап көлбеген пирамида көлемін тапсын дейді. Так, мұқият оқимыз. Дұрыс үшбұрыш. Ол бізде қандай үшбұрыш? Ол бізде тең қабырғалы үшбұрыш. Пирамиданың бүйір қыры, яғни m бізде 6-ға тең болып тұр. Және табанына 30 градус бұрыш жасап көлбеген, яғни бүйір қыры бар емес па? Сол табанымен неше градус жасап отыр? 30 градус жасап отыр. И пирамиданың көлемін тапсы деген. Формуласы 3-те 1 s табан көбейтілген биіктік. Бірінші сызбасын салайық. Так, дұрыс үшбұрышты пирамида дайын. Табанда жатқан бізде тең қабырғалы үшбұрыш, яғни қабырғалары өзара тең. Пирамиданың бүйір қыры 6, яғни мынаның барлығын біз 6 деп жазамыз. Так, не дейді? Бүйір қыры табанына 30 градус бұрыш жасап көлбеген дейді. То есть былай. Біз мына төбесінен аламыз да дәл ортасына мына жаққа не түсіреміз? Биіктік түсіреміз. Демек, мына бүйір қыры мен
мына биіктік түскен нүкте бар ғой. Осы екеуінің арасы мына бір жер. Неше градусқа тең дейді? 30 градусқа тең екен. Сызбада 30 градус қаяқта жатқанын түсінікті деген ойдам. Енді пирамида көлемін тапсын дейді. Бізде мына жақта тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Осы мына жерге бөлек салатын болсақ. Мына жақ 90, мынау бізде биіктік, мынау 6-ға тең, мына жер 30 градус дейді. Осы жерде бізге негізі биіктікті оңай тапса болады. Егер ана тікбұрыш үшбұрыштың екі табанда жатқан бұрыштары 90-30 болса, демек үсті неше? 60 градус деген сөз. Бұл бізде 30-60-90 тікбұрыш үшбұрыштың дербес жағдайы. 30 градусқа қарсы жатқан қабырғасы H формула бойынша A-ға тең, ал 90-ға қарсы жатқан қабырғасы бізде 2A-ға тең болады. Яғни 6 2A-ға тең болатын болса, A 3-ке тең деген сөз. Яғни 6-ны 2 бөлсе 3 болады. Демек биіктік бізде неге тең? A-ның орнына апарып 3-ті қойса, биіктік бізде 3-ке тең деген сөз. Все. Биіктікті таптық, деген жазып қоямыз. Биіктік 3-ке тең. Келесі S тап дейді. Табанның аудан формасы бізде дұрыс үшбұрыш қой. Ал дұрыс үшбұрыштың аудан формасы А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4 етін. Яғни маған не табу керек? Табанда жатқан қабырғаның мәнін табу керек болып тұр. Мына стрелкаларды өшіре тұрайық. Қараңыздар, 30 градусқа қарсы жатқан қабырғасы бізде неше болды? Мына жаққа жазып қойық. 3 болды ғой. Демек 60 градусқа қарсы жатқан қабырғасы нешеге тең болады? Осы 3-ке не жалғаймыз? 3 түбір асты 3-ті жалғаймыз. Демек мына үзік сызық табанда жатқан ол 3 түбір асты 3-ке тең. И жаңағы теория бойынша мына дұрыс үшбұрышты былайынан салып алайын. Мынау бізде биіктіктің түскен нүктесі, мынау бізде жаңағы үзік сызық, ол бізде 3 түбір асты 3-ке тең. Мынаны дальше былай созатын болсақ, бұл бізде полноценный не болады? Медиана болады. Біз жаңа ғана айтқанбыз. Мына нүкте медиананы 2 бөлікке бөледі дедік. Біреуі ұзын, біреуі қысқа. Ұзын бөлігі қысқа бөлігінен 2 есе үлкен болады. Демек ұзын бөлігі 3 түбір асты 3 болса, мына бір қысқа бөлігі сонда неше болады? 3 түбір асты 3 бөлінген 2-ке тең болады. И мына бір медиананың ұзындығын табу үшін не істейміз? Біз тұрамыз да осы 3 түбір асты 3 бөлінген 2-ке қосамыз 3 түбір асты 3-ті. Түсінікті ғой? То есть 2 бөлігін бір-біріне қосса, менде нәтижесі не шығады? Медиананың ұзындығы шығады. Мынаның астында 1 бар, ортақ бөлім 2, сонда 3 түбір асты 3 қосылған 3-ті 2-ге көйтсе 6 түбір асты 3 бөлінген 2 болады. Сонда менде 9 түбір асты 3 бөлінген 2 шығып отыр. И медиананың формуласы бойынша ол бізде неге тең? А түбір асты 3 бөлінген 2-ке тең. Медиана бізде 9 түбір асты 3 бөлінген 2-ке тең. 2-ме қысқарады, түбір асты 3-тер қысқарады, сонда А-ның мәні бізде 9-ға тең болып шықты. Осылайша А-ның мәнін біз таптық. Оны аламыз, мына тұрған А-ның орнына апарып қоя саламыз. Сонда V тең 3-те 1 көбейтілген А-ның квадрат, яғни 9-ның квадрат бізде неше болады? 81 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 4 көбейтілген биіктік бізде 3. 3 пен 3 қысқарады. Нәтижесінде жауабы көлемі бізде 81 түбір асты 3 бөлінген 4-ке тең болады екен. Бұл бізде С варианты. Келесі есеп. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрышы 45 градусқа тең. Пирамиданың көлемі 9. Пирамида табанның қабырғасын тапсын дейді. Тура жаңағыдай дұрыс үшбұрыш деген ол бізде тең қабырғалы үшбұрыш. Пирамиданың бүйір жағы мен табан жазықтығының арасына бұрыш 45 градус. Бүйір жағы деп айтса, біз обычно неменен арасына бұрышты аламыз, сонда апофема, яғни L мен табан жазықтығы деп, L-дің проекциясы бар ғой. Сол екі L мен проекцияның арасындағы бұрыш бізде 45 градусқа тең деген сөз. И пирамиданың көлемі 9 болып тұр. Пирамида табанның, яғни А-ның мәнін тапсын деп тұр бізге. Бірінші сызбасын сызбақ. Сонымен пирамида дайын, табанда жатқан қабырғалар бізде өзара тең. Бұны А деп белгілейміз барлығын. Бүйір жағы мен табан жазықтығының арасына бұрыш дейді. Біз қазір тұрамыз да, мына жақтан былай қарай, дәл ортасына не жүргіземіз? Апофема жүргіземіз. И дәл осы төбеден мынаның ортасына қарай не жүргіземіз? Биіктік жүргіземіз. И осы апофеманың ұшы мен биіктікті қосатын болсам, менде мына бір жерде бұрыш пайда болады, дұрыс па? Сонда бүйір жағы деп біз L-ді айтып отырмыз. Осы L мен проекцияның арасына бұрыш бізде неше градусқа тең деген сөз? Бұл бізде 45 градусқа тең, мына бір жері. Мына жақ 90. Енді осы үшбұрышты мына жаққа бөлек былай әдемілеп салатын болсақ, мынау бізде H, мынау бізде L, мынау 90. Мына жер бізде 45 градус. Демек үсті бізде тоже неше градус болады? 45 градус болады деген сөз. Демек мына екі қабырғасы бізде өзара тең. То есть мынау H болса, мынау да H деген сөз. Осы жерде пока что тоқтай тұрайық. Мына жақта бізде көлем берілген ғой. Көлем формасы қандай еді? 3-те 1 S табан көбейтілген H тең 9 етін, дұрыс па? Табаны, яғни табанда жатқан дұрыс үшбұрыштың аудан формасы қандай еді? А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4 етін. Демек орнына қойса, сонда 3-те 1 А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4 көбейту H тең 9 дейміз. Енді қараңыздаршы, бұл жерде уже А берілген, иә? Бізге как раз А-ны табу керек. Маған не ыңғайлы болатын еді? Егерде мына жерде тұрған H-ты не арқылы өрнектесем? А арқылы өрнектесем. То есть мен былай істеймін. Мына табанда жатқан дұрыс үшбұрыш бар ғой, соны былайынан бөлек пока что салып алайын. Мынау бізде ортасы. Мен қазір мына үзік сызықты таптым ғой. Үзік сызық бізде неге тең? H-ға тең болып тұр екен. И мынаны дальше былай соссам, ұшына дейін. Сонда менде мына нүкте медиананы 2-де 1 қатынасқа бөледі деген. То есть егерде мына бір кіші бөлігі бізде H болса, ұзын бөлігі содан 2 есе үлкен болады деген, дұрыс па? Демек мына бір бөлігі бізде нешеге тең болады? Мынаны өшіре салайын, 2H-ға тең болады. Сонда общий медианасы бізде нешеге тең? H-ға 2H қосса 3H-ға тең болып тұр. Осы жерде медиананың формасы бізде қандай еді? А түбір асты 3 бөлінген 2 еді ғой. Мына m-нің орнына апарып 3h-ты қойсам, сонда 3h тең болады А түбір асты 3 бөлінген 2-ке. Маған h-ты А арқылы өрнектеу керек. Демек мына 3-ті мына жаққа бөліп өткізсем, h тең А түбір асты 3 бөлінген 6 болады. И мен тұрамда осы А түбір асты 3 бөлінген 6-ны мына жерде тұрған биіктіктің орнына апарып қоя салам. Нәтижесінде 3-те 1
а квадрат түбір асты 3 бөлінген 4, көбейтілген h бізде a түбір асты 3 бөлінген 6 тең 9 дейміз. Түбір асты 3 пен түбір асты 3 береді, астындағы 3 пен не істейді? Қысқарады. Сонда a мен a квадратты көбейтсе a куб, 6 мен 4-ті 24, мына жақта 9. 24 көбейтіп барады, 24-ті 9-ға көбейтсе 216 шығады. Қандай санды кубтаса 216 шығады? 6-ны. Демек, мына пирамиданың табанда жатқан дұрыс үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы бізде 6-ға тең екен. Ол В варианты. Келесі есеп. Пирамиданың табаны қабырғалары 40-25 см болатын тең бүйірлі үшбұрыш. Оның биіктігі 8 см және үшбұрыштың 40 см қабырғасына қарсы жатқан бұрыштың төбесі арқылы өтеді. Пирамиданың бүйір бетінің ауданын тапсын дейді. Бірінші басик. Сызбасын сызбайық. Так, пирамидамыз дайын. Пирамиданың табанда жатқан үшбұрыш қандай дейді? Тең бүйірлі үшбұрыш дейді. Қабырғалар 25 және 40 екен. Бізге басик. Мына екі қабырғасы бізде өзара тең, әрқайсысы 25-ке тең болып тұр екен, мына бір қабырғасы 40-қа тең. Не дейді? Оның биіктігі 8 дейді. Мына жазып қоямыз. Биіктік 8-ге тең және үшбұрыштың 40 см қабырғасына қарсы жатқан бұрыштың төбесі арқылы өтеді дейді. То есть былайда, бізде ана табанда 40 см қабырға бар емес пе? Осы қабырғаға дейді, қарсы жатқан бұрыш дейді. Енді бұл қабырғаға қарсы жатқан бұрыш мына бір бұрыш емес пе, дұрыс па? Осы бұрыштың төбесі арқылы өтеді дейді биіктікті. Мына бұрыштың төбесі мына бір нүкте, осы нүкте арқылы былай үстіге қарай не жүргіземіз? Сонда биіктік жүргіземіз. Мына биіктік есеп шарты бойынша сонда 8-ге тең болып тұр. Пока что былай өшіре салайық. Енді мынау бізде биіктік болатын болса, бұл биіктік бізде каждый табанда жатқан қабырғасымен неше градус жасайды? 90 градус жасайды. Сонда менде мына жерде тік бұрышты тең бүйірлі пирамида пайда болып отыр. Так, пирамиданың бүйір бетінің ауданы тапсын дейді. Былай, бүйір бетінің ауданы. Бұл жерде мен мына бір формуланы уже қолдана алмаймын. Неге? Себебі қараңыздаршы, бұл бізде табанда жатқан үшбұрыш бізде тең қабырғалы үшбұрыш емес қой. Бұл тең бүйірлі үшбұрыш. То есть ол не деген сөз? Егер де мен мына төбеден былай қарай апофеманы жүргізсем, мына төбеден ар жақтағы үшбұрыштың өзінің апофемасын жүргізсем, бұл екі апофеманың мәні өзара тең болады. А вот үшінші апофема, мына бір көлденеңнен жатқан үшбұрыш. Бұның апофемасы мына екеуінен явно ұзынырақ, дұрыс па? Демек, үшеуінің апофемасы бірдей емес. Егер де апофемалар бізде әртүрлі болатын болса, біз қандай формуланы қолданатын едік? Мына жазайық. Мынау дұрыс емес формула. Біз келесі формуланы қолданамыз. Яғни, бірінші жақтың ауданына қосамыз, екінші жақтың ауданын қосамыз, үшінші жақтың ауданын. Бізде как раз үш жақ қой. Сол үшеуінің ауданын жеке-жеке тауып, не істейміз? Бүйір бетінің ауданын тауып аламыз. Осы формуланы қазір енді қолданамыз. Ең бірінші, мына бізге қарап тұрған үшбұрыш бар ғой, былай тікесінен тұрған, былай. Мына жер 90, мына 8, мына жер 25. Енді мына тікбұрышты үшбұрыштың ауданын қалай табады? Бұны S1J деп қоямыз, яғни бірінші жақ деген сөз. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін екі катетті біріне көбейтіп 2-ке бөледі. Екі катет бізде 8 мен 25, сонда 2-де 1 көбейту 8, көбейту 25 дейміз. Нәтижесінде бізде 100 шығып отыр. Сонда бірінші жақтың ауданы бізде 100-ге тең, оны таптық. Екінші жақ мына бір үшбұрыш. Ол тоже қандай? Биіктігі 8, табаны 25 болып тұр екен. Бұл мына бір үшбұрышқа ұқсайды. Демек, бұның ауданы тоже нешеге тең? Екінші жақтың ауданы бізде 100-ге тең деген сөз. Яқа жазып қоямыз. Екінші жақтың ауданы 100-ге тең. Енді бізге не табу керек? Бізге мынау көлденеңнен жатқан мына бір үшбұрыштың ауданын табу керек болып тұр. Ол үшін бізге не керек енді? Мына көлденеңнен жатқан үшбұрышты мына жаққа қарай салатын болсақ, менде былайынан тұр да қазір. Мынау бізде қазір не болып тұр? Жасылмен боялған апофема болып тұр. L. Бұл апофема 90 градус болып түсті мына жерге. Қабырғасы бізде 40 болып тұр. Мына үшбұрыштың ауданын табу үшін біз не істейміз? 2-де 1 көбейту a көбейту h деген формуланы қолданамыз. Бұл жерде биіктік бізде L болып тұр ғой. Қабырғасы не болып тұр? 40 болып тұр. S тең 2-де 1 көбейту 40 көбейту L деген формуланы қолдану керек. Бірақ бұл жақтың ауданын табу үшін не керек болып тұр? L керек болып тұр. Ал L бізде белгісіз. Енді L-ді бұл жерде қалай табады деген сұрақ туындайды. Біз қазір аламыз да мына төбеден не жүргіземіз былай қарай? Медиана жүргіземіз. Или биіктік. Енді мына табанда жатқан үшбұрыш бізде мынандай тең бүйірлі үшбұрыш болғаннан кейін, мына екі табан бізде 25 қой. Мынау 40. Тең бүйірлі үшбұрыштың мына екі бүйір қабырғасының дәл ортасымен былай қарай мен биіктік жүргізетін болсам, бұл биіктік бізде үш рөлді атқарады. Медиананың рөлін атқарады. То есть қабырғаны тең екіге бөлді, әрқайсысын 20-20 қылып. Мынаны өшіре салайын. И ол 90 градус болып түседі мына жаққа. Еще бұрышты не істейді? Теңде екіге бөледі. Енді қараңыздар. Мына бір бөлігі ортадағы сызған. Мына апофеманың, яғни L-дің мына жердегі проекциясы болып тұр. То есть маған осы ортада тұрған сызықты табу керек. Оны пока что мына жақта x-ті белгілейік. Енді x-ті бұл жерде қалай табады? Мына жақтағы тікбұрышты үшбұрышпен, яғни Пифагор теоремасымен. Сонда x квадрат тең болады 25-дің квадраты азайтылған 20-ның квадраты. 25-дің квадратына 20-ның квадратына азайтса 225 шығады. Сонда x бізде 225-ті бірге салса 15 шығып отыр. Демек, мына бір бөлігі бізде 15-ге тең. Енді осы жерде пайда болған мына бір тікбұрышты үшбұрышпен жұмыс істесек, бізде міне былайынан тікбұрышты үшбұрыш пайда болып тұр. Мынау 8-ге тең, табаны 15, мынау бізде L болып тұр. Енді Пифагор теоремасы бойынша L квадрат тең болады 8-дің квадраты қосылған 15-дің квадраты. Нәтижесінде 289 шығады.
Ал 289 қай санның квадратына тең? 17-нің квадратына тең. Яғни L бізде 17-ге тең. Оны аламыз да L-дің орнына апарып қоямыз. Сонда S тең 2-де 1 көбейту 40 көбейту 17. 2 мен 40 қысқарады 20, 20-ны 17-ге көбейтсе 340 шығып отыр. Демек, үшінші жақтың ауданы бізде 340-қа тең. Осы үш мәнді бір-біріне қосса, нәтижесінде бүйір бетінің ауданы бізде 540-қа тең болады екен. Бұл бізде А варианты. Келесі есеп. Үш бұрышты пирамиданың табанының қабырғалары 6, 8 және 10, егер бүйір қырлары табанымен 45 градус бұрыш жасаса, онда көлемін тапсын дейді. Так, бірінші сызбасын сызып. Так, сызбамыз дайын. Не дейді? Үш бұрышты пирамиданың табанының қабырғалары 6, 8 және 10 дейді. Бұлайда, егер де, мынау негізі біздегі үштік емес пе, 6, 8, 10 деген. Егер мына қабырғасы 6, мынау 8 болатын болса, үшінші қабырғасы 10 болатын болса, демек бұл бізде қандай үшбұрыш? Тікбұрышты үшбұрыш деген сөз. Себебі 6-ның квадратына 8-ның квадратына қосса не шығады? 100 шығады. Ал 100 түбірден 10 болып шығып отыр. То есть бұл бізде тікбұрышты үшбұрыш болып тұр, табанында жатқан. Егер бүйір қырлары табанымен 45 градус бұрыш жасаса дейді, онда көлемін тапсын дейді. Қараңыздаршы, бүйір қырлары дейді, табанымен 45 градус бұрыш жасайды. То есть былайда бізде неғып үш бүйір қыры бар ғой. Сол үш бүйір қыры әрқайсысы табанында жатқан үшбұрышпен неше градус жасап отыр? 45 градус жасап отыр. Мысалы, мына бір төбесі болсын бізде. Осы төбеден мен биіктік түсіру керекпін ғой. Осы төбеден түсетін биіктік бар емес пе? Сол биіктікке каждый көлбеу, яғни бүйір қыры неше градуспен қарап отыр? 45 градуспен қарап отыр. Ол не деген сөз? Бұл бүйір қырлардың осы үшбұрышқа түсетін проекциялары. Сол үш проекциясы өзара тең деген сөз. То есть былайда қандай жағдайда мынау төбелері бар емес пе? Астында жатқан. Мына төбеден түсетін биіктіктен бірдей қашықта жатады. Егерде мына төбеден түскен биіктік мына гипотенузаның дәл ортасына келіп түссе, қабырғаны былай тең екіге бөлсе. Не үшін? Егер мына биіктікті дәл мына гипотенузаның үстінен былай қарай түсіретін болсам, бұл қабырғаны тең екіге бөледі. То есть мына жартысы 5 болады, мына жартысы 5 болады. Мына екі нүкте мен мына биіктіктің түскен нүктесі бар ғой, осы екеуінің арасы 5-те 5 болып тұр. Яғни екеуінің қашықтығы тең болып тұр ғой. Дәл осылай мына үшінші нүкте мен мына биіктік түскен мына бір жер бар емес пе? Мына жер бізде тоже нешеге тең болады? 5-ке тең болады. Неге? Мына тікбұрышты үшбұрышты мына жаққа бөлек салатын болсақ, кішкене теорияға тоқталып өтейік. Так, мынау центр, мына жер 5, мына жер 5. Естеріңізде болса, тікбұрышты үшбұрышқа сырттай біз не салушы едік? Шеңбер салушы едік қой, былайынан, дұрыс па? И мына бір жартысы бізде осы шеңбер несі болып тұр? Радиус болып тұр. Енді мына шеңбер бізде мына тікбұрыш үшбұрыштың мына бір нүктесін жанап өтпей ма? Демек, мына центрмен мына шеңбердің бойында жатқан мына бір нүктені қоссам, бұл тоже бізде неге айналады? Радиусқа айналмайтын ба еді? Демек, мына қабырғасы бізде тоже неге тең? 5-ке тең деген сөз. Сонда мына жерге мына бір нүктеге бізде биіктік келіп түсті. И осы нүкте мен мына үшбұрыштың үш нүктесі бар емес пе? Шетінде тұрған. Үшеуінің ара қашықтығы өзара тең болып тұр, 5-ке тең болып тұр. То есть үшеуінің қашықтығы бірдей болғаннан кейін барып қана біз не істей аламыз? Мына бүйір қырларының жасап отқан бұрышы тоже өзара тең деген сөз. Мына жерде пайда болған мына бір үшбұрышпен жұмыс істейтін болсақ, жартысымен. Бізде былай болып тұр да қазір. Мынау бізде H биіктік, мынау 90, табаны 5, мына жер бізде 45 градус жасап отыр, 45 деген мына бір жер. Егер асты 45 болса, үсті тоже 45 градус деген сөз. 45 градустарға қарсы жатқан қабырғалар бізде өзара тең болады. Демек, мына екі қабырғасы бізде тең. Яғни H бізде неге тең болып тұр? H 5-ке тең болып тұр. Енді қараңыздар, бізде көлем тапсын деген ғой. Көлем формасы қандай да? 3-те 1 S табан көбейтілген биіктік еді. Табанда бізде тікбұрышты үшбұрыш жатыр, ал тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 көбейтілген 2 катет. Бізде 2 катет уже белгілі ғой, 6 мен 8. То есть орнына апарып қойса, сонда 2-ден 1 көбейту 6 көбейту 8, нәтижесінде 24 шығып отыр. То есть не жазамыз? Көлем бізде тең болады 3-те 1 көбейтілген 24 көбейтілген биіктік. Биіктік мәні 5-ке тең. 3 пен 24 қысқарады 8, 8-де 5-ке көбейтсе 40 шығып отыр. Демек, көлемі бізде 40-қа тең. Ол бізде А варианты. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты қиық пирамиданың биіктігі 5 сантиметрге тең, табандарының қабырғалары 6 және 8 сантиметр, пирамиданың диагональді қимасының аудан тапсын дейді. Так, бірінші сызбасын сызбайық. Так, сызбамыз дайын. Не дейді? Дұрыс төртбұрышты дейді. Дұрыс төртбұрышты болса, мына қиық пирамиданың үсті мен астында жатқан фигуралар, олар қандай фигуралар? Шаршы деген сөз. Табандарының қабырғалары 6 мен 8 дейді. Демек, мына қабырғалары бізде 8 болады, ал үстіндегі қабырғалары 6 болады деген сөз. Қиық пирамиданың биіктігі 5 сантиметрге тең. Біз тұрамыз да мына ортадан былай қарай дәл ортасынан не түсіреміз? Биіктік түсіреміз. Бұл бізде 5-ке тең. Яққа жазып қоямыз. Биіктік бізде 5-ке тең. Так, пирамиданың диагональді қимасының аудан тапсын дейді. Диагональді қима деген не еді? Естеріңізде болса, біз кез келген фигураның диагональдік немесе осьтік қимасын табатын кезде дәл ортасынан диагональ бойымен не істейтінбіз? Кесетінбіз. Дәл осылай мына төбесінен тұрған квадрат бар ғой, мына шеткі нүктесімен былайынан қосып шықсам, менде мынандай үзік-үзік не шығады? Диагональ шығады. Дәл осылай асын қосатын болсам, екінші диагональ шығады. Сонда менде мынандай бір көк түсті не пайда болды? Диагональдік қима пайда болды. То есть бізге мына бір бөліктің ортада шыққан мына бір теңбейлі трапецияның несін тапсын дейді? Аудан тапсын дейді. Осы теңбейлі трапецияны былайынан салып қояйық. Пайда болған. Былай, былай и былай. Жалпы трапецияның аудан формасы қандай еді? А қосу В бөлінген 2 көбейту H етін. Бұл жерде А дегенне В дегенне.
А деген үстіндегі табаны, В деген астындағы табаны. H деген ол мына бір нүктеден астыға қарай жүргізген еді биіктік еді. Бұл жерде биіктік бізде уже белгілі. Мына төбеден астыға қарай былайына биіктік түсірсем, ол мына как раз неге тең болып тұр? Мына бір 5-ке тең болып тұр. Сонда биіктіктің мәні бізде 5-ке тең. Ол бізде бар. Бізге А мен В-ны табу керек болып тұр. Енді А мен В-ны қалай табады? А деген мына үстіндегі квадрат бар ғой, сол квадраттың несі диагональ болып тұр. Мына үстіндегі квадратты мына бөлек салатын болсақ, менде мына қабырғалары 6-ға тең, и мынау бізде диагональ үзік сызық. Бұл формула бойынша неге тең еді? А түбірасты 2-ке тең еді ғой. Мына қабырғалар бізде А болады. Егер қабырғасы 6-ға тең болса, демек диагональ бізде неге тең болады? Диагональ бізде 6 түбірасты 2-ке тең болады деген сөз. Демек мына жақтағы А-ның мәні бізде 6 түбірасты 2 болып тұр. Келесі табанда жатқан квадратқа қарасақ. Мыналар бізде 8-ге тең. Мынау бізде диагональ, формасы тоже А түбірасты 2. Егер қабырғалар 8-ге тең болса, демек диагональ бізде 8 түбірасты 2-ке тең. Мына жақта В-ны өшіреміз да, оның орнына жазамыз. Мына диагональдің мәнін жазып қоямыз. Яғни В бізде 8 түбірасты 2-ке тең екен. Все, осы шыққан мәндерді А мен В-ның орнына апарып қоямыз. Сонда S тең 6 түбірасты 2 қосылған 8 түбірасты 2 бөлу 2 көбейту H бізде 5-ке тең. 6-ға 8 болса 14, 2-ке бөлсе 7 түбірасты 2 шығады. Оны 5-ке көбейтсе, нәтижесінде 35 түбірасты 2 шығып отыр. Демек диагональдік қиманың ауданы бізде 35 түбірасты 2-ке тең екен. Келесі есеп. Дұрыс төртбұрышты қиық пирамиданың табандарының қабырғалары 3 және 5, ал бүйір қыры түбірасты 17 см-ге тең. Қиық пирамиданың толық бетінің ауданын тапсын дейді. Толық бетінің ауданының формасы бізде қандай еді? Қиық пирамидада S1 қосылған S2 қосылған S бүйір бет еді. Бірінші сызбасын сызбайық. Так, қиық пирамида дайын, табандары дұрыс төртбұрыштар былайынан. Біреусінің қабырғасы 5 екен, екіншісінікі 3 екен. Так, бүйір қыры түбірасты 17. Бүйір қыры деген міне. Мына бір қырлары бізде түбірасты 17-ге тең екен. Мына бәрін жазып қойсақ қой. Так, қиық пирамида толық бетінің ауданы дейді. Енді қараңыздар, мына табанда жатқан фигура бізде шаршы емес пе? Дұрыс па? Бұны S1 дейміз. Шаршының аудан формасы А квадрат етін. То есть 5-тің квадраты бізге не береді? 25 береді. Мына жазып қоямыз. S1 25-ге тең. Оны таптық. Келесі үстіндегі квадрат. Тоже формуласы бізде А квадрат болады. 3-ке тең, яғни 3-тің квадраты бізде 9 болады. Сонда S2 бізде 9-ға тең болып тұр екен. Мына жазамыз S2 9-ға тең. Келесі бүйір бетінің ауданы. Енді бүйір бетінің ауданын табу үшін біз қиық пирамиданың бүйір бетінің ауданын табудың формасын қолданамыз. Ол бізде 2-де 1 P1 қосылған P2 көбейту L-ге тең етін. Енді P1 мына табанда жатқан шашының периметрі бізде 4 А емес пе формасы бойынша, А бізде 5-ке тең, демек ол неге тең болады? 20-ға тең болады. 4-ті 5-ке көбейтсе 20. Келесі P2 мына үстінде жатқан квадраттың периметрі бізде тоже формасы 4А. Енді А-ның орнына 3-ті қойса 4-3-ке көбейтсе 12 болады. Сонымен P1 бізде 20, P2 бізде 12-ке тең болып тұр. Оларды біз таптық. Бізге не керек болып тұр? L керек болып тұр. Енді L-ді бұл жерде қалай табады? Мына бүйір жағында тұрған мына бір трапецияны көріп тұрмыз ғой. Соны мына жаққа бөлек салсақ былайынан. Мына жер 3-ке тең, табаны 5, мына түбірасты 17. Бізге L табу керек. L деген бізде не еді? Былайынан түскен не? Биіктік етін, дұрыс па? Мынау L. Мен тұрамда мына нүктеден былай қарай биіктік жүргізсем, бұл бізде L болып тұр ғой, былайынан, дұрыс па? Мына екеуі де биіктік болып тұр. То есть мен осы жерде қазір Пифагор теоремасын қолдану арқылы нені тауып аламын? L-дің мәнін табамын. Қараңыздаршы, мына бір аралық бізде 3-ке тең ғой. Демек мына аралық бізде тоже нешеге тең болады? 3-ке тең болады деген сөз. Мына жер бізде 3-ке тең. Егер ортасы 3 болса, енді полный қабырға бізде 5-ке тең ғой. Сонда 5-тен 3-ті алса 2 болады. Мына 2 кішігірім бөлігі сол 2-ні тең 2-ке бөліп алады. Сонда әрқайсысы нешеге тең болады? 1-ге тең болады деген сөз. Сонда мына жерде менде тік бұрышты 3 бұрыш пайда болды. Оны мына жаққа саламыз. Мынау бізде L, мынау 1, мынау түбірасты 17. Пифагор теоремасы бойынша L квадрат тең болады. Түбірасты 17-дің квадраты азайтылған 1-дің квадраты. Нәтижесінде бізде 17-тен 1-ді алса 16 шығады. Ал қай санды квадраттаса 16 болады? 4-ті. Демек апофемасы бізде 4-ке тең. Енді орнына апарып есептесек мына жақта. Сонда SBB тең болады. 2-де 1 20 қосу 12 көбейтілген 4. 2 мен 4 қысқаратын жақта 2, 20-ға 12 қоса 32, 12-ге көйтсе 64 болады екен. Демек бүйір бетінің ауданы бізде 64, 64-ке қосамыз 9-ды, қосамыз 25-ті. Нәтижесінде бізде 98 шығып отыр. Демек жауабы С варианты болады екен. Келесі есеп. Табандарының ауданы 16 және 4 см квадрат, ал биіктігі 3 см-ге тең қиық пирамиданың көлемін тапсын дейді. Табандарының ауданы, яғни S1 бізде 16-ға тең, S2 бізде 4-ке тең, биіктігі 3-ке тең. Қиық пирамиданың көлемін тапсы деген қиық пирамиданың көлем формасы 3-те 1 S1 қосылған түбірасындағы S1 көбейту S2 қосу S2 көбейту H. Так, S1-дің мәні бар, S2 бар, мына жақта екеуін көбейтеміз, H-тың мәні тоже бар. Орнына апарып қоя саламыз. Сонда 3-те 1 көбейтілген S1 бізде 16, қосылған түбірде 16 көбейту 4, қосылған S2 4 и биіктік бізде 3-ке тең. 16 мен 4-ті көбейтсе мына жақта 64 шығады, 64 түбірде 8 болып шығады. Сонда 16 мына жақтан 8 шығады, қосу 8 қосу 4, нәтижесінде 28-ді беріп отыр. Сонда 28 көбейту 3-те 1 көбейту 3, 3 мен 3 қысқарады. Сонда көлем бізге неге тең? 28-ге тең екен. Жауабы В варианты.
Так, сонымен қыздар жігіттер, біз сіздермен бүгінгі видеода пирамида, қиық пирамида және тетраэдрге қатысты ОБТ-ның негізгі есептерін шығарып шықтық. Жалпы негізі пирамидаға есептің түрі өте көп. Біз в основном табанда шаршы, дұрыс үшбұрыш жатқан кезде, теңбейлі үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш жатқан кездегі пирамидаларды талқылап шықтық. Одан бөлек қиық пирамидаға тағы да 3-4 есеп болды. Надеюсь, логика түсінікті болды деген ойдан, потому что жалпы қиық пирамидада в основном тек қана нені қолдану керек болады, формулаларды қолдану керек болады. И тетраэдрдің біз бастапқы 2-3 есебін шығардық. Тетраэдрдің жалпы есептерін шығару үшін сіздерге жаңағы 4 формула бар емес пе, теория бөлімінде көрсеткен. Вот соларды просто жатқа білу керек. Так, бүгінгі видео сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Мен осылайша бүгінгі видео сабақты жаптым. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.